Anasım, Ал қызым. bugün şenliktin астына koyatın төсені істейші? Жарайды қызым, істейік. Бұл не үшін қажет екен төсеніш? Ыстықта сақтап тұрады. Дұрыс айтасың. Бұның қандай түрлері бар екен? Бұның Тоқыма түрлері, тұқыма түрлері бар, ши түрлері және фитр матадан жасалған түрлері бар. Бізге бүгін қайсыны жасаймыз? Бүгін біз Фитр матасынан фитр матасынан қолданып жасаймыз, е? Бізге ол үшін не қажет екен? Қандай құралдар? Қайшы қажет, ыстық кілге қажет, Және фитр матасы қажет. Кәне сен өзің алып, кішкене қиып көрші, біз бұны шәйнектің астына өлшеп қырқып алдық, е? Кәне әдемілеп қырқа ғой. Бұл біздің қазақтың ою-өрнегі, е? Бұл қошқар. Қандай мүйіз? Қошқар? Қошқар мүйіз. Ыстық желімді жабыстыру үшін біз не істейміз? Қауіпсіздік істеуге болмайды. Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет, е? Мұғалімсіз, рұқсатсыз істеуге болмайды. Дұрыс, екеуміз бірігіп жасай қояйық, ыстық желімімізді. Біздің қошқар мүйізімізді біргелесіп екеуміз жабыстырайық. Осы жерінен жабыстырайық, е? Міне. Ол біздің шәйнектің астына қойылатын төсенішіміз, е? Ал екеуміз отырып бірге шәй ішейік, е? Қандай керемет төсеніші? Шәй ішейік.